біздің бұл IT сауаттылық курсы 2021 жылдың қараша айынан бері бастау алып келе жатыр. Осы орайда біз компьютер құрылғыларымен танысып, Python күрделі программалау тілінде жұмыс жасап жатырмыз. Осы орайда бізде көптеген конкурстар, жарыстар, сыныпаралық іс-шаралар өтілді. Және біздің соңғы іс-шарамыздың бірі цифрлы сауатты оқушы конкурсы болатын. Бұл конкурсқа 15 оқушы қатысты. Олардың әрқайсының өзіне берілген бір қолданбасы, сайты, яғни өзіндік бір еңбегі болды. Ешқайсы дайын жұмыспен не құр қол келген жоқ. Әркім өз еңбегін таныстыра білді. Мен осы конкурста өз еңбегімді таныстырып, және де басқа да оқушылардың еңбегін ұғына білдім, түсіне білдім. Бұл конкурс мен үшін және басқа да қатысқан оқушылар үшін және де ұстаздар үшін пайдалы бола білді деп ойлаймын. IT курсына қатысып келе жатқаныма мен 2 жыл болды. 2 жылдың ішінде мен не үйрендім? Программалауды, және де Python программасын, жаңадан шыққан шаблондарды, презентацияның, қазіргі заманауи презентацияларды, тестілеуді, электронный почта, Excel'ді үйреніп келдім. Мен осы IT курсының арқасында мен көптеген жетістіктерге жетіп келдім. Мен IT курсының арқасында мен күнделікті сабақтарды өзіме көптеген пайданы әкелдім. Міне IT сауаттылық курсымыздың 2-ші жылы тәмамдап келе жатыр. Осы уақыт аралығында біз көптеген құнды ақпараттарды алдық және онымен бөлістік. Көптеген жетістіктерге жеттік. Көптеген іс-шаралар өткіздік және байқаулар өткіздік. Ол байқаулардың әрине жемісін көрдік. Көптеген құрдастарымыздың арасында көптеген жоғары нәтиже көрсеттік және өзіміздің IT сауаттылығымызды жоғары нәтижеге дәлелдеп шықтық. Оған дәлел ретінде жақында ғана болса уақыт аралығында өткен цифрлы сауатты оқушы байқауы. Ол байқауға біздің сыныптан өте көп көлемде оқушылар қатысты және өз білімдерін, өз IT сауаттылықтарын дәлелдеп көрсеткен болатын. Мен ол байқауға қатысу барысында өзіме көптеген ақпараттар жинадым, өзіме керек дүниелердің барлығын бойыма сіңірдім. Және сол менің еңбегімнің және күш-жігерімнің арқасында мен сол саясат басшылық еткен болатынмын. Бұның бәрі әрине оңай келген жоқ. Көптеген маңдайтермен ақпарат алудың, ақпарат сіңірудің нәтижесінде болып жатқан дүние. IT сауаттылығымыздың арқасында қазіргі таңда мектеп бойынша біз үлкен сыныптардан да жоғары нәтиже көрсете аламыз десек артық кеткен емес. Себебі біздің қазіргі таңда 2 жыл бойы алған біліміміз біздің болашағымызға өте көп әсерін тигізе алады. Сөздің соңында адам дамуды өзінен бастау керек, әлем өзгертпес бұрын өзіңізді өзгертіңіз. Мен 2 жыл бұрын IT сауаттылық курсына қатысып келе жатырмын. Осы 2 жыл ішінде мен компьютерге еркін отырып, сеттермен жұмыс жасай үйрендім. Және де біз 2 жыл ішінде көптеген сайыстарға қатысып, орындар алып соңғы сайысты айта кететін болсақ, цифрлы сауатты оқушы сайысы. Біз осы цифрлы сауатты оқушы сайысында көптеген сайттарды, басқа дәрістарды бөлдік, яғни өзімізге көптеген тәжірибе алдық. Яғни осы цифрлы сауатты оқушы сайысында біз білмеген заттарымызды біліп, білмеген сайттарымызда жұмыс жасап, тапсырма жасадық. 21 ғасырда цифрлы сауатты оқушы болу екінің бірінің қолынан келмейді. Біз IT курс арқылы көптеген байқауларға қатысып, өзімізді жан-жақты дамыттық. Және IT курс арқылы біз көптеген программалармен танысып, мысалға PowerPoint Base, PowerPoint School, Google Form, Google Disk, диаграмманы түрлі мақсатта қолдану туралы біз көптеген мәліметтер білдік. Және де IT курс арқылы біз сауатты жазуды, сауатты оқуды, және де күшті оқуды үйрендік. Және соңғы болған бізде байқау цифрлы сауатты оқушы байқауы болатын. Ол байқауда біздің оқушылар көптеген өзекті мәселелерді ашып, өздерінің идеяларымен бөлісіп кеткен болатын. Сол ашқан мәселелерінен біз көптеген мәліметтер алдық және де пайдалы кеңес болды. Мен IT сауаттылық курсына 2 жылдан бері қатысып келе жатырмын. Ол жерде мен білмегенімді біліп, білгенімді шыңдап келе жатырмын. Және де ол курста көптеген байқаулар болды. Оларды айта кететін болсам, жас мамолограф, жас программист, IT-стаж және де цифрлы сауатты оқушы. Цифрлы сауатты оқушы байқауын айта кетсем, ол жерде оқушылар жаңа программалармен таныстырып, жұмыстарын бізге көрсетті, бөлісті. Мен сіздерді цифрлы сауатты оқушы болуға шақырамын. Біз IT сауаттылығына өте көптеген тәжірибелер үйрендік. Өзімізге керек ақпараттарды үйрендік, және де компьютердің сауаттылығы жүргіздік, өзіміз компьютермен жұмыс жасауды үйрендік. Мысалға, біз PowerPoint, Python деген заттарды үйрендік. Және де біз осы жақын арада цифрлы сауаттылық байқауын өткіздік. Ондағы адамдардың бәрі өзінің жұмысын, өзінің идеяларын көрсетті. Және де сол көрсеткен заттарына мұғалімдер баға беріп, еңбегін бағалап, өздерінің бағасын беріп, бізді марапаттап кетті.
және де бізде IT курста өте көптеген байқаулар өтіп жатыр. Және де өзімізге керекті тәжірибелерді үйреніп жатырмыз. Және де IT курсына барлығына қатысуға кеңес береміз. Мен негізі бұл IT сауаттылыққа ше бұрын бірінші келген кезде ше достарымды көріп уақыт өткізгім келетін еді, бірақ уақыт өте келе мен IT сауаттылыққа деген қызығушылығым оянып, осыны компьютерге отырып, әртүрлі нәрселерді үйрендім. Бұрын мен тіпті ана слайдтың не екенін білмейтінмін. Қазір әшейін отырып слайд жасадым, және де PowerPoint Basic, және көптеген шаблондарды алып үйрендім. Және де осыны үйреткен Назарбайға сізге рахмет айтамын. Мен бұл курсқа 6-шы сыныптан бері қатысып келе жатырмын. Бұл курста мен компьютердің көптеген программалары туралы және де оның көптеген құралдары жайлы көп ақпаратпен таныса білдім. Мен тек қана бұл курсқа қатысып қана қоймай, өзімді тереңірек жетілдіре білдім, өзіме көптеген пайдалы нәрселерді үйрене білдім, байқауларға да қатыса білдім. Ол жерден мен байқауларға жай ғана қатысқан жоқпын, көптеген жетістіктерге жеттім, көп нәрселерді білдім десем де болады. Электронды кестемен жұмыс жасауды, көптеген программаларды білдім, және де көптеген сайттар арқылы өзім көптеген сайттарды анықтай білдім. Және де сауатты жазуды, яғни мен осы курс арқылы осындай жетістікке жете білдім. Бұл курстың маған тигізген ықпалы өте керемет. Мен бұл курс арқылы өзімді толықтай жетілдірдім десем де болады. Байқауларымыздың бірі цифрлы сауатты оқушы. Ол байқауда мен PowerPoint Basic дайын шаблондарды ала отырып, мектеп қабырғасындағы қағидалар тақырыбында презентация жасаған болатын. Бұл жердегі жасаған оқушылардың сайттары да маған өз ықпалын тигізе білді. Яғни олар мен білмейтін бір программалармен, сайттармен соларды ашып таныстыра білді. IT курсы арқылы цифрлы сауатты оқушы байқауында өзімді толықтай дамыттым десем де болады. Мен IT сауаттылық курсына 7 сыныптан бері қатысып келе жатырмын, және мен IT сауаттылық курсында барлық компьютерлерді қолдануды үйрендім. Және де менің ең соңғы қатысқан жарысым ол цифрлы сауатты оқушы. Цифрлы сауатты оқушы жарысында мен туризм тақырыбын ашқан болатынмын, және осы жерге қатысқан адамдардың барлығы мен үшін өте құнды ақпар айтты. Мен 2 жылдан бері IT сауаттылық курсының қатысушысымын. Мен осы курстан білмеген жерлерімді біліп, өзімді шыңдап келе жатырмын. Осы 4-ші тоқсанда өтілген цифрлық сауатты оқушы. Менің осы байқауда алған тақырыбым Easy. Бұл қазіргі қоғамда өте маңызды программалардың бірі. Цифрлы сауатты оқушы болу осы заманның талабы. Мен осы IT курсына 7 сыныптан басып қатысамын, яғни 7 сыныптың басынан. Мен бұл курсқа не үшін қатысып өткенде мен өзімді ой өрісінде компьютер сауаттылығында арттыру үшін, яғни компьютерде жақсы жұмыс жасау үшін, яғни қазіргі таңның талабына сай болу үшін қатыстым. Бұл курстың арқасында біз көптеген жетістікке жеттік. Көптеген жарыстар болды, соның ішінде қабілет, цифрлы сауатты оқушы, тағы да басқа жарыстар болды. Сол жарыстар ішінде біз өзімізге көптеген мәліметтер ала білдік. Яғни осы курстың арқасында біз өзіміздің сауатымызды бастауыш сыныпта мүлдем компьютерді қолдап білмеген. Яғни компьютер сауатты үйрену үшін сізде өзіңізге бір керек талант болу керек. Бұны тек компьютерде жақсы жұмыс істейтін, яғни қызығушылығы бар адамдар ғана үйрене алады. Соның ішінде біз үйренген нәрселеріміз қазіргі таңда рекламалар өте көп. Соның ішінде біз PowerPoint Basic'ден тегін шаблондар алып, көптеген нәрсе жасай аламыз. Ал программалау арқылы біз бесіктерді шығарып, яғни тақтаға, яғни әдемі көрінсе қоюға болады. IT курсының арқасында біз жетіліп, ала қарай дамып, ой өрісімізді жақсартып, IQ-імізді көтердік. Мен компьютер сауаттылығындағы қатысушысы боламын. Және мен осы компьютер сауаттылығында программаларды біліп, өзімді дамытып бастадым. Және біз қаншама сайысқа, қаншама байқауға қатысып, нәтиже ала бастадым. Spotify'да айтқан болатынмын, қаншалықты пайдалы екенін түсініп кеткен болатынмын. Қатысушылардың бәрінің айтқан сөздерін өзіме білім ретінде алып, қызығып алдым, нәтиже алдым. Мен IT сауаттылық курсына қатысушымын. Мен осы 7 сыныптан бастап IT сауаттылық курсына қатыса бастадым. Мен қатысқаныма көп болмаса да мен өте көп нәрселерді білдім. Біз ең соңғы қатысқан жарысымыз бұл цифрлы сауатты оқушы болды. Бұл жерде біз программалаудан өзіміздің сыныпқа арналған сөздерді және де мынандай
ой барды солар сөйтіп салдық, программа экранға шығарды. Цифрлы сауатты оқушы бұл қазіргі заманның негізгі талабының бірі болып саналады. Мен осы цифрлы сауаттылыққа 7 сыныптан бастап қатыса бастадым. Мен аз уақыттың ішінде көптеген мәліметтерді біле бастадым. Цифрлы сауатты болу қазіргі таңда қазіргі талаптарды біледі деп ойлаймын. Мен бұл курсқа 6 сыныптан бері қатысатынмын. Бұл курсқа мен қандай екенін білмейтін, компьютер қалай пайдалану керегінде, тонені қалай есеп шығару керегінде білмейтін. Осылап мен бұл курсқа қатыса келе барлығын үйрендім. Сосын бар бұл курста көптеген жарыстар болды. Соның соңғы жарысы ол цифрлы сауатты оқушы. Ода мен көптеген білмейтіндерімді біліп, тағы да басқа нәрселерді үйрендім. Бұл курста мен көптеген тәжірибелер алдым. Бұл курс маған өте қатты ұнады. Мен бұл байқауға қатысу үшін көп еңбектендім және өз бетімше ізденуді үйрендім. IT курста біз компьютерлермен қолдану, телефондармен қолдану өте қызықты және деректер алдық өзімізге. IT курс жағынан өзімізді білімді сынау үшін өте көп байқаулар болды. Оның ішінде бірінші орын, бас жүлде деген сияқты орындар бізді алып отырдық. Және жетілер арасында, мектептер арасында қатысып орындар алдық. Ол ең соңғы байқауға келетін болса, цифрлы сауатты оқушылар дайындалып келіп, өз тәжірибелерімен бізге бөлісті.